Сәлем достар, сіздермен бірге Сәния Дорама арнасы. Сіздерге қорқынышты мультфильмдер ұнайды екен, ендеше сіздерге Каролина в стране кошмаров, Каролина қорқыныштар елінде мультфильмін ұсынамын. Ал кеттік. Бұл мультфильм Каролина отбасының жаңа үйге қоныс аударуынан басталады. Каролина аулады бақылау үшін жүргенде өзін біреудің аңдып жүргенін байқайды. Сөйтсе ол мысық екен. Ол мысық ерекше екен, сөйлейтін мысық. Каролина ескі құдықты іздеп жүргенін айтады. Осы кезде құбыжық пайда болып, Каролинаны қорқытады. Сөйтсе ол көршісі Заки екен, ол өзін таныстырады. Каролина одан құдықты қайда екен сұрайды. Сөйтсе ол құдықты дәл үстінде тұрсың дейді. Сөйтіп Закиді әжесі шақырады. Сөйтеді Заки асығысып үйіне кетіп қалады. Каролинаның қолындағы шыбық улы екен. Сөйтіп ол қолын зақымдап алады. Сосын ол анасына барлығын айтады. Құдыққа түсіп кете жаздағын айтады. Бірақ анасы жұмыс баста оған мән бермейді. Бір кезде анасы оған конверт береді. Ішінде әжемнің сандығынан тауып алдым. Заки деп жазылған екен. Ішін ашса, Каролинаның қуыршағы екен. Қыз сөйлесу үшін әкесіне барады. Әкесі де жұмыс басты екен. Ол да қызына кедергі келтірмеуін айтады. Ол сөйтіп қонақ бөлмеге келеді. Келсе, қуыршағын қойған жерінде жоқ. Сол жерде кішкентай есікті байқап қалады. Ол анасынан өтініп сұрап, есікті ашып беруін өтінеді. Анасы ашып бергенмен ішінде қабырға болады. Кейін олар кешкі ас ішеді. Кешкі ас оған ұнамайды. Өйткені кешкі асты әкесі дайындаған. Ол ашуланып бөлмесіне барады. Ол ескі достарын сағынады. Сол жерде тышқанның дыбысын естиді. Тышқанның артынан жүгіріп барса, жаңағы есік ашылып тұрған екен. Ішін ашса, ішінде әлгі кірпіш қабырға емес, басқа әлемге жол ашылады. Ол ойланбастан кіріп кетеді. Кірсе, ол жол өзінің үйіне ұқсас үйге кіреді. Каролина ас үйге барса, ол жерде анасы тамақ пісіріп жатыр екен. Бірақ анасы басқаша, кәдімгі көздердің орнына түйме екен. Ол өзін мен сенің екінші анаңмын деп таныстырады. Ол жоғарғы қабатқа барып, әкеңді тамаққа шақыр дейді. Екінші әкесінің де көзі ілгекті түйме екен. Ол пианинода ойнап қызын көңілін көтереді. Қызға бұл әлем қатты ұнап қалады. Шын ата-анасы оған мән бермейді, ал мұнда мүлде басқаша. Екі анасы жасаған тамақтарды қызға қатты ұнайды. Олар Каролинаға үйге қош келдің деген торт береді. Қыздың ұйқысы келеді. Оны бөлмесіне алып барғанда қуыршақтар сөйлеп қарсы алады. Тіпті достары да суретте тіріледі. Екінші анасы қызының қолына дәрі жағып береді. Бірақ таңертең ол өз бөлмесінде оянады. Қараса қолы жазылып қалыпты. Есікті ашса қайтадан қабырға. Сөйтіп ол барлығын анасына айтып береді. Анасы бірақ жұмыс басты, оны тыңдамайды. Тіпті әкесі де тыңдамайды. Есі ауысқан ба, не болды деген сияқты сөздерді айтады. Сөйтіп сен одан да далаға барып қыдырып кел дейді. Сөйтіп далаға аулада жүрсе, Бабинскийге көптеген хаттар келеді. Оны Бабинскийге апарса, оның ішін ашып көрсе, оның ішінің барлығында ірімшік екен. Оны тышқандарға беремін дейді. Сөйтіп қыз аулада жүрген кезде Бабинский қайта келіп, менің тышқандарым кішкентай есікке кірмесін деп айтты дейді. Каролина подвалдағы үйге келді. Онда 3 ит пен кемпір күтіп отыр екен. Екеуі шай ішіп, кесесімен болжайды. Сені зұлымды күтіп тұр деп айтады. Сыртқа шыққанда қыз Закиді көреді. Ол қара мысықпен бірге ұлу аулап жүр екен. Заки, сен тұратын үйде алдын әжемнің егізі жоғалып кеткен дейді. Түнде Каролина есіктің алдына ірімшік қойып жатады және бақылайды. Түнде тышқан келіп, оны алып есікке қарап жүгіреді. Каролина артынан барса, қайтадан портал ашылады. Ол ішке кіріп, онда екінші анасы тамақ әзірлеп қойыпты. Ол Каролинаға сүйікті әкеңді шақыр дейді. Сөйтсе ол дәуіт велосипедпен жүр екен. Каролинаны отырғызып таңғалдырады. Каролина бұл қатты ұнайды. Екінші ата-анасы өте қатты ұнап қалады. Сөйтіп Каролинаның анасы Закимен бірге Бабинскийге барып қайтыңдар дейді. Оның көзі басқаша екен. Ол Заки сөйлемейді екен. Сөйлемес үшін аузын байлап тастапты. Ол тәттілерді алып Бабинскийге барады. Бабинский онда шоу дайындап қойған екен. Каролина ұйықтап таңертең оянса, өз бөлмесінде тұрады. Ол барлық көргенін әке-шешесіне айтып береді. Бірақ олар сен есіңнен адастың деп мән бермейді. Бұл әлем оны шаршатты. Қыз біржолата екінші әлеміне кеткісі келеді. Есікті ашқанда ол оның түс емес екенін түсінеді. Сырттан оған мысық қарап тұр. Каролина ас бөлмеге кіреді. Екінші анасы оған киім тоғып қойыпты. Ол далаға шыққанда мысықты көреді. Бірақ оның мысықтың көзі кәдімгі көз екен. Сөйтіп екеуі айналып жүреді. Мысық қызға бұл әлем сен ойлағандай емес, бұны маған Заки айтты дейді. Кейін ол қайтадан подвалға түссе, ол жерде үлкен концерт болып жатыр екен. Бұл жерде Заки екеуі қарайды. Бұл жерде Закидің екі әжесі концерт қояды.
Кейін Каролинаның екінші ата-анасы бұл жерде мәңгі қалған кезде көзіңнің орнына осы түймелерді қада дейді. Сонда сен біз сияқты боласың, осында мәңгі қаласың дейді. Бірақ Каролина оның көзін қойғысы келмейді. Кетемін деп ұйықтап қалады. Бірақ оянса, бәрібір өзінің бөлмесіне оянбайды. Сөйтіп ол далаға қашып кетеді. Мысықпен көп жүреді. Көп жүрген сайын әлем аппақ болып кетеді. Кейін қайтадан өзінің үйіне келіп қалады. Келсе, қайтадан өз үйіне келеді. Ол жерде тышқанды ұстап алады мысық. Бірақ ол тышқан емес, егеу құйрық болып шығады. Кейін ол үйге кіреді. Кішкентай есіктен өзінің үйіне қайтқысы келеді. Бірақ оған екінші анасы кедергі жасайды. Сөйтеді де оған талап қояды. Көзінің орнына мына түймені қой дейді. Екінші анасы құбыжыққа айналып Каролинаны айнаның ішіне лақтырып жібереді. Ол жақта өлген балалардың елестері жүреді. Ол балалар да тура Каролина сияқты түймелерді көзіне қойған екен. Сөйтіп олар одан көмек сұрайды. Біздің көздерімізді тауып бер дейді. Сосын мені босат дейді. Сөйтіп оны байги айнадан қайтадан шығарып алады да екеуі қашып кірген есігінен оны қайтадан шығарып жібереді. Ол өзінің үйіне келсе, әке-шешесін таппайды. Әке-шешесін оның жаман адамдар алып кеткенін біледі. Сөйтіп Заки келеді. Заки менің берген қуыршағымды әжем қайтарсын дейді. Сөйтіп Закиді ол ұрсады. Каролина, сенің кесіріңнен мен осындайға тап болдым деп оған ұрсады. Сөйтіп екеуі сыртқа шығып жаңағы көріпкел апаға барады. Ол апа жоғалған заттарды тауып беруге осы тас көмектеседі дейді. Сөйтіп ол қайтадан ұйықтап қалады. Тұрса ол мысық оятады. Мысық оған сен абай бол дейді. Сөйтіп ол екеуі қайтадан анасын іздейді. Анасы оған көмектес деп жазған екен. Сөйтіп ол анасының қуыршақ болғанын байқайды. Сөйтіп қайтадан есікке кіреді. Сөйтіп екінші анасына ол кел екеуміз ойын ойнайық дейді. Екінші анасы келіседі де кілтті жеп қояды. Сөйтіп қыз айтады, мен үш көзді табамын және ата-анамды тапсаң мені жібересің дейді. Екінші анасы келіседі. Сөйтеді де ол көздерді іздеуге кетеді. Бірінші көз ол әкесінде екен. Әкесі оған оңайлықпен береді. Соңында өлім алдында әкесі оған көзді беріп кетеді. Сөйтіп ол екінші көзді іздейді. Екінші көз жаңағы биші кемпірлерде екен. Оны да зорға дегенде алады. Ал үшінші көзді тағы да іздейді. Ол тышқандарда Бабинскийде екен. Сөйтіп оны тышқандар алып қашады. Оған қол жетпеген екен, ол жылап отырады. Сөйтіп мысық оған үшінші көзді әкеп береді. Сөйтіп ол қайтадан екінші анасына барады. Ол өзінің шын ата-анасын таппай жылап отырады. Сол кезде қулықта ойлап табады. Каролина, менің ата-анам ана есіктің артында дейді. Бірақ ол жерде жоқ болып шығады. Сол сәтте екінші анасы есікті ашқан кезде ол сол жерден өзінің шын ата-анасын тауып алады. Оны сөмкесіне салып қояды. Каролина қашып құтылу үшін мысықты екінші анасына лақтырады. Сөйтеді де есікке қарай жүгіреді. Екінші анасы ашуланып жерді торға айналдырып жібереді. Сөйтіп ол қашудың әрекетін жасайды. Ол төбеге қарап қашып есіктен кіріп есікті құлтап қояды. Сөйтеді де екінші ата-анасы келеді. Бірақ мысық айтады, сен абайла, әлі бұл біткен жоқ дейді. Үш елес келіп Каролинаға рахметін айтып кетеді. Түнде әлгі есіктен екінші анасының қолы шығады. Каролина сол есіктен құтылу үшін кілтті құдықтың ішіне тастап жіберуге тырысады. Бірақ оған екінші қолы кедергі келтіреді. Сол кезде Заки келіп, қол мен кілтті екеуін орамалға байлап, ескі құдыққа лақтырып жібереді. Осыдан кейін мультфильм аяқталады. Мені жоғалтып алмас үшін каналға жазылып кет. Біз 500-ге жетуге аз-ақ қалдық.